Сәлеметсіздер ма? Бүгін өзімнің арнамда сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі шығарылымда диктант туралы сөз қозғайтын боламыз. Егер де бұл тақырып сіздер үшін өте қызықты, өзекті, маңызды болатын болса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Диктант біздің көпшілігіміздің түсінігімізде сауатты жазуға үйрететін негізгі құрал. Сөздерді дұрыс жазу, тыныс белгіні дұрыс қоюды үйретуде диктантқа жүгінетін едік. Тіпті оқушы білімін бағалаудың құралы болатын. Бірақ мен қазір сіздерге диктантты басқа қырынан таныстырғалы отырмын. Диктантқа жаңа көзқараспен қарағанымыз жөн. Өйткені диктант тек сөзді дұрыс жазуды, тыныс белгіні дұрыс қоюды үйрететін құрал емес, оның негізгі қызметі оқушының тыңдалым дағдысын қалыптастыру болып табылады. Әріптестер, мұғалімдердің диктант қайда? Қайтарыңыздар диктантты деген сөздерін жиі естіп жатамыз. Уайымдамаңыздар, диктант өздеріңізде. Ол еш қайда кеткен жоқ. Оны ешкім ұстаздардан тартып алған жоқ. Диктантты кез келген уақытта жазуға болады. Қаласаңыз, оқушыға күнде диктант жаздырыңыз. Тек оның көлемі де әрқалай болатынын ұмытпайық. Тек мақсатқа сай диктанттың түрін дұрыс таңдап отыруымыз керек. Өзімнің ізденісімнің арқасында диктанттың 50-ге жуық түрін анықтадым. Білгіңіз келсе, осы шығарылым бойынша пікір қалдырып, өтініш тілектеріңізді жазыңыздар, немесе Instagram арқылы байланыссаңыз болады. Сіздерге осы диктант тұрғысында жинақтаған білім қорымды беретін болам. Енді сіздерге арналған диктант түрлерімен танысайық. Біріншісі ұйқас сөздерді жазу диктанты. Бұл оқушылар үшін әрі жеңіл, әрі қызықты. Бастауыш сынып үшін өте керемет жұмыс түрі. Мұғалім бір сыңарын оқиды, оқушы келесі сыңарын жазады. Мысалы, орақ, құрақ, керек, елек, кел, бел. Келесі түрі сөйлем мағынасын қалпына келтіру. Оқушылар мұғалім оқыған сөйлемді түзетіп жазады. Мысалы, далада асыл тастар ойнайды. Оқушы оны далада саршұнақтар ойнайды деп түзеп жазуына болады. Келесі елестету диктанты. Ассоциация тудыруға байланысты ұсынылады. Диктанттың бұл түрі. Мысалы, от дегенде пеш елестейді. Ара десек, оның ала болатын елестейді. Дәл осы секілді ретпен жалғастыра берсеңіз болады. Келесі түрі сандық қолдан деп аталады. Диктантты оқушыларға сандарды үйреткен кезде пайдалануға болады. Мысалы, мұғалім оқитын нұсқада университетке дейін біраз жер дейтін болсақ, оқушы өз нұсқасында университетке дейін 40 минут жүресің деп толықтырып жазады. Демек, өзге ұлт аудиториясында қазақ тілін үйреткен уақытта осы бір тапсырманың диктанттың түрі тамаша қызмет ететін болады. Ол үйге жай келеді, немесе ол үйге кешкі сағат 9-да келеді деп жалғасатын болады. Диктанттың келесі түрі өзара көмек диктанты деп атадым. Енді ағылшын тілінде ол басқаша аталады екен. Бір мәтін екі оқушыға беріледі, алайда біреуінде бар ақпарат келесісінде болмайды. Олар кезектесіп оқу арқылы өз парақшаларындағы бос орынды толықтырып отырады. Әріптестер, диктанттың жалпы қай түрін жазсаңыздар да, оны тексеру жұмысын сауатты ұйымдастырыңыздар. Сол кезде ғана сіздің диктантты қарау еткеніңіз өз мақсатына жетеді. Егер білім қалыптастырып жатсаңыздар, әлі жаттығу деңгейінде болса, өзін-өзі тексеруді міндеттеуге болады. Ал жұп болып бірін-бірі тексерсе, тек қате бар тұстың астын сызып, диктант иесіне қайта қарау мүмкіндігін беру арқылы оқушының стресске ұшырамауына қол жеткізуге болады. Оқушыға деген оқушының ынтасын жойып алмауға сіздер бір қадам жасайсыздар. Ал бөлім бойында не жыл бойында алған білімді бағалау мақсатында жаздырсаңыз, онда оның жөні бөлек, бағалауға арналған түрін таңдап, оңтайлы түрін жаздырасыз. Тек ескере кету керек, диктант жұмысының бағасы шешуші баға бола алмайды. Яғни толық курсқа қойылған бағаның құрамдас бөлігі болып табылады. Бұлай дейтін себебім, сіз бен біздің түсінігіміздегі диктант бұл тек қана тілдік бағдарды бағалауға қызмет ететін диктант болатын. Ал енді өздеріңіз аңғарғандай, қазіргі түсінігіміздегі диктант бұл барлық сөйлеу әрекетінің 4 түріне де қатысты болып келетін, сол 4 түрін игертуге байланысты өзінің қызметін ұсынатын дүние болып тұрғандығын айтқым келеді.
Құрметті әріптестер, сіздерге ұсынар болған ақпаратым осындай болды. Нақты диктант мәтіндері мен басқа да диктант түрлері қажет десеңіздер, менің Instagram парақшама тіркеліңіздер, немесе осы арнаның астында комментарий қалдырыңыздар. Бүгінгі мазмұн ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Келесі шығарылымда іс тәжірибедегі зерттеу жобасы туралы айтатын боламыз. Жіберіп алмас үшін тіркелмегендер тіркеліңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Көріскенше сау болып тұрыңыздар.